Мәуліт қай кезден бастап тойланады? Екі дүниенің сәруары, адамзаттың құтқарушы, ұлы Рахманның сүйікті құлы Абдулланың ұлы Мұхаммедті оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, күллі әлем асыға сағына күтті. Тау құтқарушы жібер деген үнсіз дұғасын жолдады. Асыған ғой ерекше мейірімді Алла жаратқан құлдарының мінәжатына жауап ретінде Ибрахимнің дұғасы, Исаның сүйіншісі болған мақтаулы құлы ардақты пайғамбарымызды оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, әлемдерге рахым ете жіберді. Оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Дүние есігін ашуымен жер бетіндегі қараңғылық бұлты сейіліп, шуақты күн арайына шашты. Күллі жаратылыс өз тілінде қош келдің уа Мұхаммед деп ілтипат көрсетті. Міне содан бері әрбір жаңа Рабиғул әувел айы туған сайын сүйікті елшісіне салауат пен сәлем жолдап, оған деген жүрегіндегі сағынышын Раббысына жеткізу үрдіске айналды. Барлық мұсылман елдерінде Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбардың мәулітін туған күнін мереке ретінде атап өту дәстүрлі түрде жүзеге асып келеді. Ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мәулітін атап өту шариғатымыздың мақұлданған жақсы амалға жатады. Сунниттік бұлақ көздері бойынша осыдан 8 ғасыр бұрын мәуліттің мейрам етіп ұйымдастырған Музаффар ад-Дин көкбөрі патша соңынан Салах ад-Дин әл-Аюбтың қолдауымен алғаш рет жоғарғы Месопотамиядағы Эрбил қаласында 1207 жылы аталып өткен. Осы іс-шараны Ахли Сунна уәл Жамағаның көптеген ғұламалар жақсы деп санап қолдау көрсеткен. Олардың ішінде Хафиз ас-Суюти, Ибн Хажар әл-Асқалани және оның шәкірті әл-Хафиз ас-Сахауи бар. Мысалы, әл-Хафиз ас-Сахауи Пәтуалар деген кітабында жазған, әл-Имам Ибн Касир әл-Бадауи ан-Нихая басталуымен Мұсаффар жыл сайын Рабиғул әувел айында мәулітті атап өтуді қалыптастырған туралы айтқан. Оның айтуынша патша өте жомарт әрі әділ болған. Сондай-ақ Андалустық Испания Абул-Хаттаб бин Дихия пайғамбарының нұрлы мәулітті аты еңбеген пайғамбарының оған салауат пен сәлем болсын, мәулітті арнап оны Мұзаффар патша оқып берген, сыйға тартқан. Патша Абдул-Хат бин Диха осы еңбегі үшін 1600 динар ұсынып, осы кітапты мұсылмандар арасында таратып алуды жарлық берген. Мәуліт мерекесі 16-17 ғасырларда Осман империясының ресми мейрамы болып бекітілген. Бұл мейрамды ижма ғұламалар кеңесі бидғатқа сана жақсы бидғат деп бекіткен. Қазіргі таңда мәуліт көптеген мұсылман елдерін атап өтіледі. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, керемет қасиеттері жөнінде әңгімелердің кең таралуына байланысты пайғамбардың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мәуліт жыл сайын тойлап отыру дәстүрі өмірге осылай келген. Мәуліттің тойлануына ислам ғұламалары жоғары баға берген. Имам Науи жыл сайын пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, туған күніне сәйкес келетін осы күндері істелген садақалар, жақсылыққа шақыру және адамдардың бойынан көрінетін көркем мінез бен қуанышты істер заманның ең жақсы жаңалығы деген. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мәулітін тойлауды барша мұсылмандар бір ауыздан құптап келген болса, оны ерекше атап өту өмірінің хақ иесіне оны Алланың салауаты мен сәлемі болсын деген махаббатын арттыра түсуі керек. Ардақты пайғамбарымыз кім үш қасиетке ие болса, иманның ләззатын табады. Біріншісі, Алла Тағала мен оның елшісі барлық нәрсенің де сүйікті болуы деген. Яғни мұсылман Алла Тағаланың соң пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын деген сүйіспеншілігі жоғары болуы керек. Ал пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын деген сүйіспеншілік оның сүннетін орындауымен, салауат айтумен жүзеге асырылады. Құран кәрімде Алла Тағала пайғамбарға оған Алланың салауаты сәлем болсын, Аллаға рахым төгіп періштелер жарылқау тілейді. Ей мүминдер, пайғамбарға оған Алланың салауаты сәлем болсын, сендер де салауат айтып сәлем жолдардан деген. Асхаб сүресі 56 аят. Бірде пайғамбарымыз қызы Фатимаға Алла оған разы болсын, пайғамбардың ішіндегі ең сараңы кім деп ойлайсың деді. Алла берген дәулетті садақа берілмейтін адам деді. Фатима сонда пайғамбарымыз жоқ, менің атым аталған жерде маған салауат айтпағандары ең сараңдар деді. Сондықтан пайғамбарымның оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мұхаммед Мұстафа Ахмад ат аталған саллаллаху алейхи уассалам деп айтуы әрбір мұсылман міндеті болып қала бермек. Алдыңғы 3 ғасырда мәулітті ауқымды түрде атап өтудің қажеттілігі болмады. Себебі әлемдерге жіберілген рахым нұрын оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, алдыңғы буын жақсы танитын әрі оларға ардақты Алла елшісін еске алу үшін арнайы шара жасаудың қажеттілігі жоқ болатын. Ал қазірге дейін рухани құндылықтарын алыстап жақындану шамалып жатқан жас ұрпаққа
материалдық 2-3 есе кеткен елестетеді. Пайғамбардың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Еске салатын оның үйіне гүл өмірін сыр шертіп, тағылымда тарихын қара домбыраның көмбірінен шыққан күй шыршымақта арқылы тебірентіліп қойымда арқылы насихаттау керек. Мәуліттің шарапаты. Көптеген мұсылман елдерінде мәулітті тек мәуліт айында ғана оқымайды. Жастары үйленсе де, қайтыс болғанда адамға да бір қиындықтан шыға алмай жатса да мәуліт оқытады. Жастардың тойында мәуліт оқыту салауаттың шарапатымен екі жастың бақытты болу мақсатында жасалса, марқұм адамға көп салауат оқылуға, пайғамбарымыздың шапағатына қауышуына себеп болу үшін арналады. Ал кәсібінде береке болсын, немесе қардан қиындықтан шығу үшін оқылған тарихи кітаптарда мысалдар көп кездеседі. Солардың бірін айта кетсек, Умейдия халифасы Абдул-Малик ибн Марван тұсында бір жас жігіт болған екен. Бұл жігіт жақсы киініп жүріп атқа мінуге құмар болыпты. Бірде сарай маңында асау атқа мініп шауып келе жатқанда атына ие бола алмай құлайды. Аты тоқтамай шауып отырып, сарай алдында ойнап жүрген халифаның баласын саптап өлтіріп кетеді. Жігіт қатты қорқыныш пен өкініш ортасында қалады. Ол кезде умейядтар қарапайым адам баласын өлтірген адамды өлім жазасына кесетін. Ал мынау халифаның баласы жағдайы не болмақ? Патшаға қайғылы хабар жете қоймаған кез жігіт жан ұшырып, жаратушы иеден: "Я Алла тағалам, егер осы қиындықтан құтқарсаң, өзіңнің ризалығың үшін пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, арнап дастархан жайып мәуліт оқытамын" деп шын ниетімен жалбарынады. Баласы жайлы қайғылы хабарды естіген Абдул-Малик ибн Марван халифа сарбаздарына жігіт ұстап әкелуді бұйырады. Жігіт халифа алдына келгенде қаһармен ашуланудың орнына күле береді. Жігітке қарап: "Сен сиқыршысың ба, әлде бір нәрсе оқыдың ба? Неге мен саған айбатымды көрсете алмай отырмын?" деп сұрайды. Жігіт ешнәрсе оқымағанын айтады. Жүректерінің иесі Алла болғандықтан біреуді жақсы көру, жек көру ашулану адамның қолынан келмейтін іс екені белгілі. Патша сиқырланып қалдым ба деп қатты қорқады. Содан кейін жігітке қарап: "Баламды абайсызда өлтіріп алдым. Мен сені кештім, ақырында адалды еттім. Бірақ қандай дұға не амал жасаған маған айтып бер" деп өтінеді. Сонда жігіт: "Құрметті халифа, мені әскерлерін ұстап әкелер алдында Алла тағала осы жағдайдан құтқарсаң, пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, құрметі үшін дастархан жайып мәуліт оқытуға серт етіп әзір етіп" дейді. Жігіттің жауабын естіген халифа: "Мен сенің ниетіңе, сөзіңе риза болдым. Бұл жасамақ болған мәулітіңе мен де бір 1000 динар қостым" деп орнынан тұрып жігітті құшақтап сарайынан шығарып салыпты. Жәбір ибн Абдуллахтан жеткен хадисте пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім маған бір күнде 100 салауат айтатын болса, Алла оның 100 қажетін орындайды, оның 70 қажетін ақырет күні, ал 30-ын осы дүниеде орындайды деген. Алла тағала баршамызға мәуліт айында да басқа айларда да пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көбірек салауат айтуды нәсіп етсін.